Түнде екі тарапта соққыны үдетіп, зымыран мен дрон шабуылынан Ресей мен Украинада жалпы 12 адам мерт болды. Украинада Ресей соққысынан Кривой Рогтағы металлургия зауытында 2 жұмысшы көз жұмды. Сонымен бірге Запорожьеде 2, Сумыда 1 тұрғын қаза тапты. Жау оғы Киевтегі танымал кітап базарына да тиіп, соңы жойқын өртке ұласты. Президент Владимир Зеленскийдің айтуынша, соңғы бір аптада ғана Ресей ел аумағына 1500-ден астам дрон жаудырған. Өз кезегінде Украинада қалыс қалмай Ресейге жүздеген дрон бағыттады. Бұл соғыс басталғалы бергі ең ірі әуе шабуылдарының бірі. Ресей билігі Ростовта 5 адамның, ал Белгород пен Мәскеуде тағы 2 адамның ажал құшқанын хабарлады. Мәскеу іргесіндегі Подольск қаласында Валдберес қоймасы отқа оранды. Ресей қорғаныс министрлігі Украинаның 822 дронын залалсыздандырғанын, оның 600-ге жуығы Мәскеуді нысанға алғанын мәлімдеді.